Қызылорда облысы Шиелі ауданында мына қазіргі таңда мына әлеуметтік жағдай деген общем нөлге айналып отыр. Енді мынау қарыз алып, төлей алмай қалып, мына кредит төлей алмай қалу, мынау құнсыздық деген бар, мына тамақ күннен күнге дәрі деген қымбаттап бара жатыр. Мына Шиелі ауданында кім қадағалайды? Мынау бірдеңе айтса, ойбай біз білмейміз, кәсіпкерлер біледі, кәсіпкерлер шешеді деп жауап беріп отыр. Мына акиматқа барсақ. Енді ол кәсіпкер білет шешеді деген сайын біз енді мынау делдалдарға, сосын мынау жаңағы алыпсатарларға жем бола береміз ба? Мынау сұмдық қой мынау. Баяғыдан СССР-дың кезінде спекулянт деген болған екен. Алыпсатар. Ана жерден 500-ге сатса, ана жерден 10 мыңға сатады, 20 мыңға сатады, сондай. Енді айтайын дегенім, мынау қарыз аламыз. Мына айлық ол көтерілмесе 85 мың теңгеден. Бұл қалай болады? Мен түсінбей отырмын. Мына жоғары жақтағы кісілерге айтатын. Сіздер енді ең аз айлық алады дегендеріңіз мынау 300-400 мыңда боласыздар. Ал мынау қоғамдық істейтін 85 мың айлық алатындар қалай күн көреді? Мына инвалидтер, төмен отбасылар, тұл жетімдер, жартылай жетімдер, мынау жаңағы ені сапсау болып, барлығы түгел болып, мынау кредиттен 20 саны жабылып, қарызын төлей алмай, свет суын төлей алмай, не істерлерін білмей, шарманда болып жүргендер жететін ауданда. Енді мынау айлықты да көбейтпейді. Мына 85 мың теңге деген күннен күнге 85 тиынға айналып бара жатыр. Осы мәселені мына қолға алып, мына шешіп беретін мынау жоғары құзырлы органдарға, мынау билік өкілдеріне мен айтатын, мына брифинг жиналыс жасап, мына жергілікті жерде, мына Шиелі ауданында көмек беруге болмай ма мына мүгедек кісілерге? Онда да анықтамасы бар. Не деген сұмдық, не деген масқара? Мен жаңа кәсіпкер бөлім басшысын базарда көрдім, орындаушысын, Азамат деген кісіні. Мынау жаңағы ішкі саясат бөлім басшысының да үстіне қазір шағымданып отырмын. Мына мешітке түсіп жатқан, мұқтаждарға беріліп жатқан заттар қайда кетіп жатыр? Оны кім тексеріп жатыр? Оны айтсаң біз өзіміз жаңағы бізге бөлініп жатқан жоқ, өзіміз өйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп жауап береді. Ол мешітке түсіп жатқан мына мұқтаждарға деген жаңағы тиындай болсын, заттай болсын, қаражаттай болсын, сондай жаңағы көмектері қайда кетіп жатыр? Оны белгісіз. Мынау ішкі саясат бөлім басшысы, Шиелі аудандық мешіттің басшысы, имам, сіздерге айтатын. Мына мұқтаждарға неге көмек бермейсіздер? Өздеріңіз жаңағы айлық алсаңыздар, жұмыс істесеңіздер, кіріп шықсаңыздар болды ма? Сонда өз жағдайларыңыз істеуге келдіңіздер ме мына билікке? Мен түсінбей отырмын. Осы мәселені мынау Қазақстан Республикасының жаңағы еңбек қорғау министрі Ертаевтың назарына ұсынам осы видеомда. Өйткені себебі қазір мынау әлеуметтік жағдай деген өте қиын болып кетті. Ол енді, конечно, жұмыс болмаса, жағдай болмаса, мынау мұқтаж отбасылардың балдары, сосын мұқтаж отбасылар жаңағы ең жаман жексұрын солар болады, сотталатын солар болады. Осы мәселені мына қолға алып, мына шешіп беруді сұраймын. Мынау Қазақстан Республикасының еңбек қорғау министрі Ертаевтың назарына ұсынам осы видеомда. Мына айлығымызды көбейтсе деймін, қоғамдық жұмыстың айлығын. Мына қоғамдық жұмыс істейтін кісілер өмірлік жағдай, қиындық жағдайға тап болған кісілер қазір жұмыс істеп жатқан. Тұрақты жұмысқа алмайды. Ол 85 мың береді, отпускі жоқ, аванс жоқ. Осы айлықты көтерсе деймін, ең болмаса 150 мыңға.